Құрметті достар, бүгін Зашаған кентінің Мұстафа Өзтүрік көшесіндеміз. Міне қазір бейне таспада көруіңізге болады. Бұл көшеге келіп тұрмыз. Енді мен бұл жерде осы Зашаған кентінің әкіміне Аққали мырзаға сұрақ қойғым келеді. Құрметті Зашаған кентінің әкімі, мынандай, яғни айтқан кезде көшенің салынбайтыны енді ол айдан анық болды ғой, осы үлгірмейтіні. Енді тап қазір асфальт салмайтын боларсыздар. Сол көшенің асфальт салуға үлгірмейтінін біле тұра, мына көшені неге қопарып тастадыңыздар? Мынандай жұмыстарды жүргізбеу керек еді. Мына жерде қазір мына дайындық жұмыстары жүргізілген. Бұл жұмыстар негізі жүргізілмеу керек еді. Себебі қазір дейтін мына жерге енді ары қарай жұмыс болмайды жасауға. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына жерге дейтін су сіңіп кеткен. Ал бұл дейтін бұны кептіру керек, былайша айтқанда кебу керек жол. Енді бұл жерге асфальт салатын болсаңыздар, осы қысқа дейін, бұл енді мен ойлаймын, үлкен опасыздық болатын сияқты, ұят болатын сияқты. Себебі асты балшық жерге асфальт салып, манағы жақсы атаққа ешкім барған жоқ. Енді бүгінгі күнге дейін енді ешкім бармайды ары қарай. Осы жерде қала әкімшілігіне ұсыныс тастаймыз. Мына Мұстафа Өзтүрік көшесінің жұмыстарын, құрылыс жұмыстарын көктемге дейін тоқтату керек. Мердігердің кім екенін білмейміз. Біздер паспорт объекті көрген жоқпыз, жаңа нысанның құжатын көрген жоқпыз. Мердігердің кім екенін білмейміз. Бұл жерде жауапкершілікке әкімшілік, яғни айтқанда Зашаған кентінің әкімшілігі тартылу керек. Себебі неге бұл нысанның манағы конкурстан, жаңа тендерден өтіп, ресми тендерден өткеннен кейінгі жұмыс неге тоқтап тұрды? Сұрақ. Екінші сұрақ, манағы ол жұмыстар неге қадағаланбады? Жаңа жоғарыда атап өткеніндей, егерде жұмыстың бітпейтінін білген кезде мына дайындау жұмыстары жасалмау керек еді. Себебі өзіңіз көріп тұрсыздар, қазір көліктер, мына тұрғындардың көліктері көшенің екі жағымен жүр. Ортасымен жүре алмайды. Жаңағыдай бұрын өздерінің салған іздерімен жүре алмайды. Себебі ол жерлерді жырып, мынандай дайындық жұмыстарды бастап кеткен екен да. Сол себептен осындай ұсынысым бар. Жұмысты тоқтатып, енді қалай деп айтуға болады, енді келесі жылы жұмысты жалғастыру керек болатын бар. Алайда дәл қазір қандай да бір жұмысты мына жерде жүргізуге болмайды деп ойлаймын мен. Әрине, ол манағы үлкен сұрақ, бірақ әкімшілікке бұл үлкен сын болып есептеледі. Себебі қандай айтқанмен тұрғындардың, мына жерде тұрған тұрғындардың өздерінің тұрмыс тіршілігі бар. Ал бұл жерде енді өзіңіз көріп тұрсыздар, ертең жедел жәрдемнің де өтуіне, төтенше жағдай көліктерінің де өтуіне үлкен қиындық туындайтын деп тұр. Бүгін 9-шы қараша да? 9-шы қараша. Көліктер қалай жүрген? Жақында уже не болады, қар түседі ғой да? Қар түседі. Уже салынбайтын болады. Асатты бар. Кейін мына дайындық жұмыстары манағыдай жүріп кеткеннен кейін біздер айтып тұрғанымыз ғой. Түсінікті, рахмет.